бөліп мына жекенің тойына келгендеріңізге көп рахмет. Мына тойдың бүгін бәрін жасап жатқан осы келдім. Тілектесті бір өзім бір сыйлайын деп жатырмын. Осы келініміз осы қанша айтқанмен де көп бала бауырым да жоқ, бір 2 ұшақ бауырым бар өзіде. Осы тілектестің арқасында осы той болып жатыр. Бұл таппайтын еркек жоқ дейді. Оны құрастырып білген әйел дейді. Осы тілектес осы тойға бүкіл уақытысын бөліп, осы ақ жаулықты анадай болып бізді қанша айтқанмен енді шешеміз көре алмай қалды. Бұл Жекен деген шешеміздің ең жақсы көретін баласы болған. Тілектес маған енді шын ниетімен өзімде мен қыз едім, қазір өзімде ене болдым, апа болдым өзімде. Сондықтан тілектесті бір ақ жаулықты ана болсын деп бір орамал жаптым деп тұрмын. Бақытты болсын екеуі. Приз, орамал. Жекенімді енді сыйлап, жекенімді төбесін көкке көтеретін сенсің ғой тілектес. Көп рахмет, жақсы сау болыңдар. Рахмет өзіңізге де. Ал сөз кезегі қымбатты той иелері патша мен патшайым өздеріңізге. Құрметті ағайын туысқан, жора жолдас, іні қарындас, әпке бауыр, бүгінгі той қонақтары барлықтарыңызге көп рахмет. Бізді жолдасты сыйлап келіп отырсыздар. Барлықтарыңызге денсаулық тілеймін. Әр үйде осындай той бола берсін, жалғаса берсін. Мына бүгінгі асабаға мен өзім қатты риза болып тұрмын. Сондықтан құрметті асаба, тойларыңыз көп болсын, деніңіз сау болсын, бала-шағаңызға бақ береке жауа берсін дегім келеді. Мына көмектесіп жүрген қыздар, даяшы қыздар, сіздерге де көп рахмет. Барлықтарыңызге жақсылық, әр үйде осы отырған барлықтарыңыздың әр жанұяларыңызға тек қана жақсылық тілеймін. Үйлеріңізде бақ береке кетпесін. Сол үшін алып қойыңыздар. Ал жолдасқа тілейтінім денің сау болсын. Арамызда өстіп ойнап күліп жүре бер. Мен сені жақсы көремін. Сүйемін, жаным. Сол үшін алып қойыңыздар. Оны бірінші айту керек қой, не после подсказки. Қалын дейік мына жиналған қауым, туған туысқан, жора жолдас. Не дейік, барлықтарыңызге осы уақыттарыңызды бөліп, менің қуанышыма келгендеріңізге рахмет. Осындай той әрдайым сіздердің үйлеріңізде болсын. 50-ге жетпегендер толыңыздар, 50-ге асқандарыңыз 100-ге толыңыздар. Әрдайым туған күн деген тойлай берейік. Қазақ деген өзі тойға жаратқан халық қой өзі. Жиған тергенін сол тойға жаратқан. Сондықтан әрдайым осындай дастархан жақсылыққа жайла берсін. Әрдайым үйлеріңізде той болсын, жақсылық болсын, барлықтарыңыздың денсаулықтарыңыз мықты болсын. Енді менің бір кішкентай ғана бір өкініш дейсіз, өкініш емес қой енді. Енді біз үлкен поколениямыз ғой, біз бірімізді күнде көреміз. Менің басты мақсатым ана кішкентай запчас дейміз ғой, артымыздан ерген. Сол запчас көбірек келсе екен демедім. Обязательно бір причина бар. Анау ауырып қалды, анау грипп, анау үйден шықпайды, анау бұзық, анау төбелеседі. Вообще келесі жолы енді барлықтарын шақырмай, сол бала шағаны запчас шақырамын ба деп ойлап отырмын да.
келесі жолы сол бала шағаны шақырыңыздар, потому что бізден өсіп келе жатқан кейінгі ұрпақ солар бірін-бірі білсе, бірін-бірі таныса, біз бірімізді білеміз, біз танимыз ғой енді. Кәмелетке жасқа келдік. Сол кейінгі жастар, кейінгі ұрпақ білсе, араласса, сонда кішкене дұрыс бола ма деймін, потому что кішкене анау продолжение дейма не дейді, енді біз кішкене совет өкіметінде өсіп қалған неміз ғой, сүйегіміз қазақ болса да, етіміз орыс сөзін қосмасақ қосымша сөз тұрмай қалады. Сондықтан мына өсіп өліп келе жатқан артымызда ерген бала шаға кішкентай осы дүлбіршіндер, солар аман болсын, солар өссін, соларды ерте келіңіздер. Қайда болсаңыздар, обязательно мен тойма емес, үлкен тойда біріңізді біліңіздер, сол бала шаға білсе, ертеңгі связующий звено сол кішкентай бала. Сондықтан бала шағаларыңыз аман болсын, өсін. Ал сізге өте особый рахмет, потому что алдындағы тойда біздің Айсұлу келінімізді сіз жүргізгенсіз, сонда көрдік. Сіздің жүргізгеніңіз өте ұнады, сондықтан сізді қатты просить етеміз, челекке барам деп едіңіз, бармай қалдыңыз. Сол үшін сізге особый рахмет. Сіздің жасыңыз ұзақ болсын, жақсылық болсын, бақытты болыңыз, өмір жасыңыз ұзақ болсын, осындай жақсылықта, тойда әрдайым осындай жүргізе беріңіз. Сізге үлкен рахмет. Мына үлкен қауымның артынан. Сондықтан еще раз мына әнші балаға да үлкен рахмет, потому что ән айтқанда прям жан ашып кетеді. Жан телмен бәрі беріп тұрып бері айтады да, потому что бұл үлкен талант қой, өлең айту деген, ол енді әр адамға берілген талант емес, поэтому сізге рахмет. Талантыңыз өсе берсін, өмір жасыңыз ұзақ болсын, сізге үлкен рахмет. Сізге рахмет. Аман есен болыңыздар, осындай той әрдайым бола берсін. Ол кісінің біздің арамызда лақабаты Киркоров. Рахмет, келесі кезекте. Мынау ағасы Жалғас аға айтады екен, мынау жастарға құлағына алтын 30-ға жаңадан үйленгенде мына жігіттер, жаңағы аржағын білесіздер ғой, шай ғой деп айтады екен өздерінше, семьяның иесі ғой, әй деп. Осы ағамыздың жасы 50-ге келгенде, келіншек, шай ішеміз ба өзі деп сұрайды екен. 70-ге келгенде, кемпірім-ау, шай қойып қойдым, жүр, шай ішесің ба деп айтады екен. Сол енді мінеке 50-ге келдіңіз, шай ішеміз ба деген сұраққа жеттіңіз, бірақ дегенмен де бой бермеңіз. Келесі кезекте тек қана осындай жақсылықта кездесейік. Bir күні бір көзі көрмейтін бір 4 кісі бір дастархан басына жайғасып қапты. Қасында ешкімдер келмеген ғой. Сөйтсе жаңағы біреусі айтады дейді, осы 4 көзіміз бәріміз бір көзбен отырып алыптық, 4 көзіміз түгел болғанда бір көсіліп әңгіме айтайықшы деп айтады дейді. Сол сияқты мінекей бағанадан бері 4 көзіміз түгел болып, жан-жақта ағайын туыс, жеңжал шырағат келіп, сіздің шаңырағыңыздағы осындай тамаша дәміңізге көсіліп тұрып отырып, бір рахаттанып демалған секілдіміз. Ендеше осындай жақсылықтан жақсылыққа жете беріңіз. Келесі 60 пен 70, Құдай қаласа 100 жасыңызда, енді мен 100 жасқа келгенде сіздің тойыңызды басқара алмайтын шығармын, бірақ әулемге салып бір ән айтып беретін шамам болатын шығар, кім біледі. Тойдан тойға кездесейік, қос бірдей шырағыңыз сіздерді бақытқа кенелсін. Ал қадірменді ағайын, көпшілік, сіздерге айтарымыз тек қана тойда кездесейік. Ал қазіргі сәтте баршаңызды үйге шақырамыз.